Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге керемет тосаппен жасалынатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Алдымен 3 жұмыртқамызға шым-шым тұз салып, миксерлейтін боламыз. Ең төменгісінде миксерлейміз. Жақсылап осы жұмыртқамызды араластырып алғаннан кейін, үстіне қантты аз-аздан салып отырып, әппақ болып көтерілгенше миксерлейтін боламыз. Мен 5 минуттай миксерледім. Жақсылап көпіріп әппақ болып көтеріліп миксерлесеңіздер, пирогтарыңыз өте жақсы көтеріліп биік болып шығатын болады. Мінекей қантымыздың барлығын толықтай салдым, 5 минуттай миксерлеп алдым. 5 минут өткеннен кейін осындай әппақ болып көтеріліп шығады. Енді осының үстіне сұйық майды құятын боламыз. Сұйық майымыздың ешқандай да иісі болмауы керек. Оны да осылай ақырын аздан құйып отырып, араластырып отырып құятын боламыз. Сұйық майымыз толықтай араласқаннан кейін, енді осының үстіне жылы сүтімізді құямыз. Сүтті жылытып алыңыздар, немесе бөлме температурасындағы тұрған сүтті қосқандарыңыз дұрыс. Салқын сүттен пирогымыз дұрыс көтерілмей қалады. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Енді осыған ұнға қопсытқышты қосатын боламыз. Бір шетке қоя тұрамыз. Ұнымызға 2 шай қасық қопсытқышты қосып, ұнмен бірге бірінші араластырып алуымыз керек. Бұл ұнды да бірнеше бөлікке бөліп отырып, осылай енді күрекшемізбен араластырамыз. Бұл жерде енді миксеріміздің қажеті жоқ. Осылай қолмен араластырамыз. Ұнның грамын мен сіздерге 300, 350, 400-дің арасында қаншалықты кетеді, соны ғана қосыңыздар. 350 мен 400-ді белгілеп кеттім сіздерге. Өйткені ұнның тығыздығы әркімде әрқалай болады, сондықтан аз-аздан салып отырып, араластырып отырып қарайсыздар. Пирогымыздың қамыры өте сұйық емес, өте қатты қою емес, орташа болып шығу керек. Осы уақытта духовкамызды 180 градусқа қыздырып қоятын боламыз. Ешқандай да қамырдың түйіршіктері қалмайтындай етіп, толықтай араластырып алдым. Енді осыны духовкамыздың ыдысына салып құятын боламыз. Астына пергамент қағазын төсеп, мінекей осында қоюлықта болып шықты. Енді осыны духовкамыздың формасына құятын боламыз. Менде әселпештің формасы 30 диаметрлік. Егерде сіздер бұдан кішілеу жасайтын болсаңыздар, 26-лық, 28-лік форманың диаметріне салсаңыздар болады. Онда пирогтарыңыз өте биік болып, әдемі болып шығады. Мен осындай духовканың ыдысына салдым. Қамырымызды құямыз және осы формамызға толықтай етіп, тегіс етіп жайып шығатын боламыз. Толықтай жайып шыққаннан кейін бізге енді тосап керек болады. Сізде қандай тосап бар, соны қолдана берсеңіздер болады. Тек сүйегі болмайтын тосап болған дұрыс. Шиелер болмайды бұған. Алманың, мен сияқты өріктікін салсаңыздар, грушаның вареньесі немесе джемі болады. Толықтай тегістеп алғаннан кейін, енді осының үстіне мен өріктің тосабын салып шығатын боламын. Осылай әдемілеп, айландырып салып шығатын боламыз бетіне. Құрметті көрермен, сізге осы видео ұнаған болса, өз пікірлеріңізбен және лайктарыңызбен бөлісіп баса кетіңіздер. Менің каналыма және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей тосабымызды осындай етіп, барлық жеріне жағып шығатын боламыз.
Енді осы пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Піскендігін ағаш таяқшамен тексеріп алсаңыздар болады. Ағаш таяқшамыз құрғақ болып шығу керек. Ал егерде сіздерде беті тез қызарып кететін болған жағдайда, іші піспесе, онда бетіне пергамент қағазын немесе фольганы төсеп жауып қойсаңыздар болады. Сонда пирогтың іші піскенше беті күймейтін болады. Мінекей пирогымыз пісіп шықты, өте дәмді, үлкен порция болып шығады бұл пирог. Біздің балаларға ұнады. Сіздер де жасап беріңіздер балаларыңызға. Және де осы видео ұнаған болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге алдын ала рахмет және сау болыңыздар.